Бүгінгі сабағымызда Кенесары Қасымұлының көтерілісін өтетін боламыз. 1837-1847 жылдар аралығында 10 жылға созылған Қазақстан территориясын толығымен қамтылған көтерілістің бірі Кенесары Қасымұлының көтерілісі. Көтерілістің басты мақсаты қазақтардың патша үкіметі тартып алған атамекен қонысты қайтарып алу, округтерді тарату, отаршылар енгізген алым салықтардың күшін жою болған болатын. Осылай басты көтерілістің негізгі мақсаты. Наурызбай сұлтанның атқосшысы Николай Губин есімді орыс болған. Татар Әлім Ягудин әскери кеңестің мүшесі болды. Дипломатиялық қызметте ханның атынан Өзбек Сидақ Қожа Оспанов басшылық жасады. Кенесары 1802 жылы дүниеге келген Қасым сұлтанның баласы, Абылай ханның туған немересі. Бұл жердегі мәліметтерде қарастырсақ, қазақтың басшысы Кенесары Қасымұлының көтерілісіне басқа да ұлт өкілдері қатысқанын байқаймыз. Көтеріліске қатысушылар негізінен қазақ халқы болатын, бірақ олардың арасынан орыстар мен башқұрт, өзбек, қарақалпақ, түрікмен, тіпті поляктар және басқа да халық өкілдері көтеріліске қатысқан болатын. 19 ғасырдың орта кезеңінде орыс зерттеушілердің бірі Мейер Кенесарыға көзсіз ерлік тән деп жазған болатын. Ал бұл картада Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің қозғалысын байқауымызға болады. Кенесарының Қазақстанның барлық аймақтарын қамтығанын байқаймыз бұл жерлерде карта арқылы. 1837 жылы Кенесары Хорунжий Рытовтың отрядын тасталқан етіп жеңіп шыққан. Олар Петропавлдан Ташкентке бет алған сауда керуенін күзетіп бара жатқан болатын. 1837 жылы Батыс Сібір генерал-губернаторына жіберіп, оған арнайы хат жолдаған. Хатында Ақтау бекінісі мен Ақмола приказын жоюды, омбыда тұтқында отырған өз адамдарын түгел босатуды, сонымен қоса қазақ жерінің тұтастығын қалпына келтіруді талап еткен болатын. Бұл суретте Кенесары Қасымұлының суретін байқаймыз. Старшина Симоновтың әскери жасақтарына күйрете соққы беріп, көптеген қару-жарақтары мен оқ-дәрілерді тартып алған болатын. Ақмола бекінісін аға сұлтан Құдаймендіұлы мен әскери старшина Кабушев бастаған отряд қорғап тұрған болатын. Ақмола бекінісіне Кенесары кезекті бір шабуылын жасаған болатын. 1838 жылы 7 тамызда таң ата Ақмола бекінісіне шабуыл басталады. 1838 жылдың жазында Ақмола бекінісіне таяу ірі елді мекенді 6 күн бойы қоршауда ұстап, нәтижесінде өрттеп жіберген болатын. Өрттелген уақыты 1838 жыл жаз айы. Кенесарының даңқты батырларының бірі басы қара бекіністің ішкі жағына баса көктеп кіріп, сұрапыл ұрыс салған. Басы қара батыр мен 255 жауынгер ерлікпен қаза табады. Бекініске Ағыбай, Иман, Бұқарбай батырлардың сарбаздары да басып кірген болатын. 1841 жылдың қыркүйек айында 300 өкілдері бас қосып, Кенесары Қасымұлының қазақтың ханы етіп сайлаған болатын. Ресми түрде 1841-1847 жылдар аралығындағы қазақтың ең соңғы ханы Кенесары Қасымұлы болған болатын. Кенесары хан даңқты өзінің сенімді адамдарын жасауылдар арқылы басқарып отырған. Мал өсірушілер зекет, ал егіншілер ұшыр салығын төлеп тұрған. Жүзбасылар мен мыңбасылар тағайындалған. Орыс армиясының үлгісі бойынша хан өз әскеріне ерекше айырым белгілерін беріп отырған болатын. Ханның басына 3000 сом мөлшерде сыйақы жарияланған. Бізде патша үкіметі көтерілістің басшыларын қолдарына ұстау үшін қазақ халқының арасында кім
көтеріліс басшыларын ұстап береді, соларға сыйақы береміз деп ашық жариялаған болатын. Солардың бірі Кенесарының басына 3000 сом сыйақы жариялаған. Көтерілісшілерге қарсы старшина Лебедев басқарған жазалаушы отряд жіберілген. 1843 жылы сұлтандар Жантөрин мен Айшуағұлы бастаған екінші әскер жабдықталады. Онымен бір мезгілде Омбыдан, Петропавлдан, Қарқаралыдан да әскерлер қазақ жерінде Кенесары Қасымұлының көтерілісін басу үшін әскерлер жіберілген болатын қазақ жеріне қарай. Кенесары 20 мың сарбаздан тұратын әрі жауынгерлік қабілеті күшті тұрақты әскер жасақтай алды. 1844 жылы Кенесары Тобыл өзен жоғарғы ағысында Жантөрин сұлтанның әскеріне күйрете соққы берді. Кескілескен шайқаста сұлтанның 44 адамы қаза тапты. Бұл кезде Дуниковскийдің әскери тобы таяу маңда болған, бірақ оның ұрысқа араласуға батылы жетпеді. 1844 жыл 44. Сұлтанның 44 адамы қаза тапқан болатын. Яғни 44 жылы 44 сұлтан. Кенесарының негізгі әскери күштері 1844 жылдың тамызында Екатерина станциясына шабуыл жасаған болатын. Бекіністің маңындағы елді мекенді өртеп жіберіп, 40 адамды тұтқынға алады. Қыруар малды айдап алып кеткен болатын. Әрі қарай бізде Кенесары Сарыарқаны тастап, көтеріліс орталығын Жетісу жеріне қарай ауыстыруға мәжбүр болған болатын. Яғни Қазақстанның оңтүстік шығыс бөлігіне қарай Кенесары орын ауыстырған болатын. Сібірдегі үкімет билігі Омбыдан елеулі күшін зеңбіректермен қоса Жетісуға қарай жібере бастайды. Ұлы жүздің Сұраншы, Байси, Тайшыбек сияқты батырлары Кенесары көтерілісін қолдаған болатын. Кенесары Қытайға барып бой тасалай тұруды да ойлады, бірақ оның бұл әрекетін Қытай үкіметі қолдамаған. Күші басым патша үкіметінің қысым жасауымен Кенесары Іле өзенінің оң жағына өтіп, одан әрі қарай Алатаудың етегіне көшіп кеткен болатын. Көтерілісшілер қырғыз жеріне жақын келді. Бұл кезде қырғыздар Қоқан хандығының ықпалында болатын. Хан қырғыздарға арнайы үндеу жіберген болатын. Ол үндеуінде қырғыздарға: менің мұнда келгендегі мақсатым сендермен жауласу, қан төгісу емес, қайта қазақтар мен қырғыздардың басын қосып, оларды күшейту болып табылады деп үндеу хатында жолдаған болатын. 1847 жылдың сәуірінде Кенесары 10 мыңдай қолмен қырғыз жеріне басып кіреді. Қырғыздармен шайқас Ыстықкөл мен Шу өзенінің жоғарғы ағысындағы аралығындағы Кекілік Сеңгір деген жерде өткен болатын. Сұлтан Рүстем мен Ұлы жүздің ықпалды биі Сыпытай жасақтары Кенесары қолынан кенеттен өзінің әскерлерін алып кетіп қалған болатын. Енді бірі сұлтан, бірі би. Кенесары қолынан кетіп қалғаннан кейін Кенесарының әскері біршама азайып қалған болатын. Кенесарының мен інісі Наурызбай Қасымұлы осы Кекілік Сеңгір жерінде қаза тапқан болатын. Тұтқындағы хан мен анаптарды күш біріктіріп, Қоқан хандығы мен Ресей империясына қарсы күреске Кенесары тұтқынға түскеннен кейін үндеу тастап, әрі қарай бар күшін салған болатын, бірақ қырғыз манаптары оған көнбеген. Тоқмаққа таяу жерде Кенесары 30-дан астам сұлтанымен және аз ғана сарбаздарымен күші басым қарсыласымен ерлікпен шайқасып тұтқынға түсіп қалған болатын. Халықтың сүйікті ханының ерлігін ақын Нысанбай Жаманқұлұлы Кенесары Наурызбай дастанында жырлаған болатын. Әкесі Кенесарының бастаған ісін оның ұлы Сыздық сұлтан мен оған шын берілген батырлар әрі қарай жалғастырған болатын. Бірақ жалғастырғанымен дәл әкесіндей көтерілістің ауқымын, территориясын ұлғайта алған жоқ. Кенесары Астана қаласында тамаша ескерткіш орналасқан, оның есімімен аталатын үлкен көше бар. Ресейлік ғалымдар Кенесарының бүлікшіл сұлтан, қырғыз қазақ даласының Митридаты антикалық дәуірдегі
патша ретінде өздерінің көтеріліс басшысы деп қарастырған болатын. қазақ жерінен шыққан, және бұл жерде Кенесары Қасымұлының омбы тарихи өлкетану мұражайындағы қаруы Кенесарының қолданған. Бұны Нозеровтың суреті. Осылай бүгінгі сабағымызда толығымен Кенесары Қасымұлының 10 жылға созылған көтерілісін толығымен қарастырып шықтық.